Барлықтарыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздермен қызыл барқыт капкейктердің рецептісімен бөлісетін боламын. Толық рецепті видеоның астында описаниеде көрсетілетін болады. Сіздер міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Бір жасағаннан да дәмді әрі сәтті болып шығады. Ең алдымен бір ыдыс салып, оған електен өткен ұнды, какао, ас содасын қосып араластырамыз. Кейін бөлме температурасындағы айранға қызыл бояу қосып араластырамыз. Менде құрғақ бояу, сіздер өздеріңізде бар бояу түрін қолдана берсеңіздер болады. Кейін оған сұйық май қосып араластырып шетке қойып қоямыз. Кейін бөлек ыдыста жұмыртқа мен қантты салып, миксермен аппақ масса болып көтерілгенше дейін араластырамыз. Кейін осы массамызға жаңағы сұйық май қосылған айранымызды қосып араластырамыз. Осыдан соң ұнымызды бірнеше бөліктерге бөліп қосып, біркелкі болғанша араластырамыз. Және де ұнды бірден бірақ қосып жібермеңіз, кекстеріңіз көтерілмей қалуы мүмкін. Және мен мына жерде рецептпен шатасып кетіп, какаоны көбірек қосып қойыппын, сондықтан да менің кекстерім қою қызыл болып шықты. Сіздер какаоны дәл керегінше ғана қоссаңыздар, қанық қызыл түсті болып шығады. Кейін формаға капсулаларды салып шығып тестаны құямыз. Тестаны тым көп құйып қоймаңыз, қамыр жақсы көтерілетін болғандықтан көп құюдың қажеті жоқ. 180 градуста қыздырылған пеште 18-20 минут пісіріп аламыз. Піскен піспегенін зубочистканың көмегімен тексерсеңіз болады. Және де піскен соң формада 5 минут ұстау керек, кейін решеткада суытып аласыз. Кремін дайындаймыз. Бізде бұл жерде творожный сырымыз бен сливкемізде тоңазытқыштан шыққан салқын болуы керек. Көріп тұрғандарыңыздай творожный сыр мен сахарная пудрамызды миксермен біркелкі болғанша араластырамыз. Кейін сливкиді құйып, миксердің жоғары жылдамдығында қоюланғанша араластырамыз. Кремі өте нәзік болып шығады. Және мен мына жерде кремді шығару үшін осындай насадка қолдандым. Закрытая звезда деп аталады. Және де сізде қандай насадка бар, сол түрін қолдана берсеңіздер болады. Тіпті жоқ болса да, кондитерлік пакеттің көмегімен шығара берсеңізде болады. Капкейктерді өзіңіздің қолыңызда бар кез келген нәрсемен әрлеуге болады. Бұл міндетті емес, тіпті жоқ болғанның өзінде де капкейктер онсыз да әдемі болып тұрады. Осымен капкейктеріміз дайын болды. Олар өте дәмді болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Мен сіздерге сәттілік тіледім. Және де сіздерде де әдемі әрі дәмді болып шығатынына сенемін. Егер де видео ұнаған болса, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыз. Менің басқа да видеоларымды өткізіп алмау үшін каналыма жазылып қойыңыз. Және де менің каналымда қандай видео рецептер көргіңіз келеді, қандай тәтті түрлерін үйренгіңіз келеді, соларды пікірге қалдыра отырыңыз. Келесіде мен соларды видео рецепт қылып шығаруға тырысатын боламын. Сіздермен болған Әсел, келесі видеода кездескенше.